Ассалаумағалейкум, кеш жарық. Дауысым естіліп тұр ма? Так, ал енді бүгінгі мынау тікелей эфирімізде салаят пен намаз жайлы айтамыз. Салаят пен намаз дегеніміздің айырмасы неде? Яғни бұның айырмасы мына өткенде айтқанымызда тема тақырып несі бойынша венгрианство мен ислам, проислама дейді теманың тақырыбы. Осының жалғасы ғой енді бұл. Бұл анығында мынау намаз деген біздің мынау көшпенділер қазақтың тілінен алынған сөз, негізінен алған кезде. Бұны енді мынау орап оқу, бұрап оқу, жаңағы қалай десе болады. Бұдан мына Тоқтар Абыз ағамыздың жолымен айтатын болсақ, бұдан заман деген сөз шығады. Ал енді мына негізі Құранды аударғандар негізінен алған кезде намаз деп тіркеп кеткен. Намаз дегенге әкеп тіркеген да, мына салаят деген сөздің мағынасы. Салаят деген араб тіліндегі мағынасы, бұл жалпылама алған кезде не болып кеткен? Оның ғылыми мағынасы не дейді? Функционирующий индекс дейді. Ал енді намаз дегендіге келетін болсақ, бұл век учиться, век жить деген мағынаны шығарады. Уалейкум ассалам. Алмас. Мінекей осыдан келеді тағына. Намаз деген кезде бұл салаяттың мағынасы өзгеріп кетеді. Өйткені араб тілінен енген бұл түсініктеменің негізгісі цифровой тізбекке қойған кезде біздердің мына намаз сөзі век учиться, век жить деген цифровой коды нөлі біздің бірліктер айырмасын қашайтын ел екенімізден хабардар етеді. Өйткені біздерге не себепті намаз деген сөз мына Құранның сөзіменен жалғасып кеткен. Кезінде айтып өткенімізде сақтар мен құндар неге жын сүресімен кірді дедік қой. Жақсы аман есен. Өзің қалайсың, аман есен бе? Так. Неден айтып кеттік қой. Кезінде сақтар мен құндар жын сүресімен кірген кезде Құранға аталмыш жаңағы трансляция онша болмай тұр. Бұдан ары қарай бұл жерден 2 минус 1 плюс 2 плюс 1 минус деген позиция шығады. Жаңағы қазақша оқу мәнерінде. Сонда бұл жерден өзінен өзі сұрақ туындайды. Яғни сұрақ туындаған кезде кім бірінші түсінікке, бірінші кім жетеді ақиқаттық түсінікке? Яғни арабша оқыған өкіл жете ме түсінікке? Жоқ, өзінің ана тілінде оқыған амалдың иесі жете ме? Бірақ бұл жердегі бір былайша айтқанда носы дейді ғой. Бір носы бар. Бұл 2 минус 1 плюс 2 плюс 1 минус позициясы бойынша бұның тактысы солай болып кетеді. Себебі мына түсінікке жетуіне жетеді. Мысалы, оны өз тілінде оқыған күннің өзінде жаңағыдай араб тілінде. Бірақ мына араб тілінің ерекшелігі бұл мынандай инкубационный механизм. Естеріңізде болса, бұрынырақта мен бір көрсеткен мына инкубационный механизм. Плюс пен минустың кәдімгі мына жүрек қағысының несі. Шексіздік белгісі бар емес па?
соның несін тактісін көрсеткен. Мына араб тілінің яғни тербелу өзегі сағат тіліне қарама қарсы. Сағат тіліне қарама қарсы. Яғни ол дегеніміз не деген сөз? Сыртқы факторлық ақпарат. Сыртқы факторлық ақпаратта бұның тербеліс өзегі сағат тіліне қарама қарсы. Ал енді біздің өзіміздің тілде, ана тілі, бұл сағаттың бағытымен, яғни материальный изучениенің бағытымен кетеді. Мінекей мына араб тілінің ерекшелігі сонда, бұл сағат тіліне қарама қарсы. Мына Жақсы, шүкірміз. Сізде жақсы. интернет шамалы секілді. Мына антенн бірде Көрмей қалдыңыз. Несі, мынау несі ұстамай тұр. Интернеттің несі ұстамай тұр ма, бірдеңе кетіп қалып тұр ма, бірдеме болып тұр әйтеуір. Не болып тұрғанын. Айтып бересіз бе, араб тілі мен қазақ тілінің қандай айырмашылығы бар? Енді қазір осы жөнінен айтып жатырмын ғой. Қазір міне осы теманы қазір қозғап жатырмын. Соны қандай айырмашылығы бар? Мына араб тілінің энергиясы былайша айтқан кезде не дейді? Сағат тіліне қарама қарсы айналады. Функционирование дейміз ғой, механизм. Өйткені мына өз тілімізде мысалы үшін сағат тілімен айналады біздің өз танымымыз, түйсігіміз бәрі. А мына араб тілі бұған кәдімгі қарама қарсы түрде айналады. Бұның ерекшелігі сол, нулевая функция дейді. Қалай дәлелдейсіз оны? Қалай дәлелдейсіз оны? Енді оны дәлелдегенде мысалы үшін мына араб тілінің өзінің жазбасына қарамайсың ба? Кітаптың соңынан бастап былай қарай айналады ғой, жазылу несіне қарашы өзінің функциясына. Оңнан солға қарай. Олар оңнан солай қарай жазылады. Көрдің ба? Ал енді өзіңе қарай, өзің солдан оңға қарай жүрген. Көрдің ба? Мінекей сопротивление минуса и плюса деген сол. Ананың энергиясы кәдімгідей мынандай терісі былай не болып келеді. Енді бұл жерде минус пен плюсті қойған кезде кәдімгі аккумулятордың энергиясы осының механизм айналады ғой, көрдің ба? Мына микрокосмостық ішіміздегі қан тамырымен байланысты дүние ғой бұның бәрі. Әрке, тағы жерде бар ғой. Тағы айтатын нәрсе. Тағы айтатын нәрсе де, арабтардың жаңағы генетикалық кодына тіл функциясы генетикалық кодында ғой. Біздікі сүйек. Оның мәселесі мұнда ғой. Өйткені мына жазуға байланысты. Тіл. Құран арабша сөйлейді ғой. Мына энергия көбеліс. Генетикалық коды олардың жаңағы тіл функциясы ғой. Тіл. Мен айтып отырмын, мына біздерді бұл жерде жын жүрісімен кіргізіп қойып отыр ғой. Сақтар мен құндардың несінде. Бер қарайғы заманда жүйеленген кезде. Дұрыс. Мәрке, оны түсінбеді ғой. Мен айтайын деп бізді сүйек. Бізді сүйек қожайынымыз ғой, сүйек қожайын. Бізде жаңағы алақанға қарай сүйек сөйлемейді ғой. Бізде жаңағы Құран қазақша сөйлемейді ғой. Бұл Максимге керек сол болып отыр ғой. Құранды қазақша оқимыз дейді. Құран қазақша сөйлемейді ғой. Неге? Біз сөйлетушіміз. Бұл жерде мынандай мәселе бар. Бұның қазақша сөйлемейтін себебі мына Құранда бір аят бар, алақаныңа қара сүйек сөйлей ма дейді. Бұның сүйек сөйлей ма дейтін, сүйек сөйлей ма деп оған жаңағы... Қай сүре, қай аят? Біздердің мына... Қай сүре, қай аят? Қай сүре, қай аят? Аятты Құраншан табарасың, Құранның ішіне бар дүние ол. Оның ішінде бар, бірақ қайсысы екенін білмеймін, қазір есімде жоқ менің мынандай бүткіл информациямен мынандай. Жоқ. Мәрке, енді Құранды оқыған болса, Максим Құранды оқыған болса, енді алақанға қарай сүйек сөйлеме деген аят тұр ғой енді Құранда. Оның қазір
қай сүреде, қай аятта екенін енді бәрі есінде қалмайды ғой. 6666 аяттың қайсы бір есінде тұрады ол. Бірақ бар. Соның ішіне тауып аласың ғой оқығаннан кейін. Табылмайтын дүние емес, табылады. Аяттың саны 6346, 19 шығады, 6, 3, 4, 6 ауысқанда 19-тан шығады. Бисмиллахир-рахманир-рахимде 19-тан. Жалпы Құран 19 санмен жүйеленген, 6666 деген ол өтірік. Сосын бұл жерде менің өз ойым, араб тілін оң жағынан басталатын себебі, хадис бар ғой, не бастағанда сәлем бергенде оң жағынан бастап сәлемдесесің. Сондықтан да мына араб жазуы оң жақтан сол жаққа жазылады. Бар тек қана айырмашылық осы ғана. Оның ешқандай да несі жоқ. Тілдің әр тілдің өзінің ерекшеліктері бар, сол секілді жазудың да әр ерекшеліктері бар. Мына елуде жазуы оң жағынан сол жаққа қарай басталады. Оң жақтан басталады. Оған себеп тек қана біреу. Бастаған кезде оң жақтан бастаңыздар дейді. Су құйғанда, қолға су құйғанда, сәлем бергенде, тамақ не алғанда жаңағы. Осы ғана. Онда тұрған ешқандай не жоқ, ерекшелік жоқ. Осы мен айтарым. Шариғаттың үкіміне тұрса оңнан бастайды. Оң қолмен жер дейді. Енді пайғамбарымызға шариғат беріліп отыр ғой. Нәпсімен көресіз. Болат, сізге сұрақ қойып аламын. Болат, сізге сұрақ қойып аламын. Сіз ойлайсыз ба, намазды әрбір халық өз ана тілінде оқыса, ол қабыл болмайды деп? Мен қабыл болады, қабыл болмайды деп онысы мен айта алмаймын. Менің өзім жеке ойымды айтсаң. Бірақ енді Құранның тілі арабша түскеннен кейін, сонан кейін жайғы арабша оқу керек. Намазды арабша оқу керек, мен айтарым сол. Жақсы. Мына протестанттар, христиандар, олар жұмаққа барады ғой, дұрыс па? Олар өз ана тілдерінде оқиды ғой. Неміс, ағылшын, испан, еврей. Сонда қалай болғаны? Біздің тіліміз Аллаға түсініксізде, қабыл еместе, сонда европалықтардың тілдері қабыл Алланың алдында. Ал Құранда аят бар ғой. Сен мұсылман бол, христиан бол, иудей бол, немесе сәби бол, жұмаққа барасың деп жақсы адам болсаң. Солай емес пе? Иә. Максим. Міне енді сізге айтайын. Иә. Не, былай. Бұл әлі мына ислам жер бетінде әлі қабылданған жоқ. Енді оларына жаңа европалықтар ол жұмаққа барады, тойға барады. Бұл әлі жүйеленбеген нәрсе бұл әлі. Қайта әлі жер бетінде адам барасы әлі бұның не екенін білмейді, әлі қабылдағанда жоқ, оның не екенін білмейді. Олар керек болатын болса өздерінің түбірдәніктерін қалай сақтап қалады. Ал енді ояққа кіретін кезде бұлардың да минусы бар, плюсы бар ма? Оны мысалы өз тілінде қабыл болады, немесе ана тілде. Ондай нәрсе емес. Мына Алланың 99 есімімен әлі жұмыс істемейді ғой бұлар, білмейді оны. Бұлар әлі қайда ол исламды өзгеше басқаша бағытқа бұрып алғанды ғой. Оның түбірдәнегін. Иә, дұрыс айтасыз. Менің айтып. Мәрке, тағы айтайын деген бұл мұсылмандық, қазір бар мұсылманбыз деп жүр. Ол негізінде айтар болсақ, ол мұсылмандық ері әлі қайда, әлі басталған жоқ әлі. Ал аяттар Құранда былай деген. Мына ондықтардың өзінде де әлі жоқ әлі. Ондықтардың өзінде. Бұлар әлі исламды қабылдаған жоқ, олар әлі білмейді исламның не екенін. Осы мына 9-шы измерениеде мына союздың мен айтып отырмын ғой, Фатиха сүресінің разработкасы Ресей жерінде өтті деп. Міне енді бұлардың кәдімгі несі разработкасы енді шықты ғой. Бұйыртса жүйеленбесе бұлардың Құранды ашып айтып мүмкін. Түбірден стратегияны білмейді ол жер бетінде. Олар әлі айтады оның несін түсінеді. Жер бетінде керек болатын болса мен мұсылманмын дейтіндердің несін әлі өз мәтінде емес әлі ешқандай. Ағай. Сұрақ қояйық сізге. Ал Тәураттың разработкасы шықты ма не? Інжілдің дегендей. Інжілдің разработкасы технология болып тұр ғой, бұл негізінде де мына. Ой Алла. Інжіл дейтіндер Иса пайғамбардың оған Алланың аманы болсын. Иса пайғамбардың оған Алланың аманы болсын. Ізбасарлары, апостолдар жазды ғой. Өзі әңгімеде просто, өз әркім әртүрлі көрді. Мен оқып жатырмын қазір кітапты. Петрдің, Матайдың, тағы біреудің дегендей. Ол бір оқиға мысалы, Иса пайғамбардың өмірі де, тек оны
әркім өзінше көреді жаңағы. Бір оқиғаны әркім әртүрлі емес, жазады, бірақ мағынасы бір. Міне, соны оқып отырсақ, бәрі қарапайым. Мұсылман дінде Құранда ол қарапайым, бәрі ақиқат, Құранда аят бар ғой. Біз бәрін ашық баяндадық, түсініктетіп деп адамдарға. Тек қана арабқа емес, бүкіл адамзатқа. Мысалы қараңыз. Иә. Мысалы қараңыз, атом энергетикасы бар да, атом энергетикасы, немесе биология бар, ғылым салалар бар. Әрбір ғылым саласын, әрбір халық жер бетіндегі өз ана тілінде пайдаланады. Одан олар жамандық көріп жатқан жоқ. Ендеше, неге Құранды, қарапайым заңды өз ана тілден де пайдаланбасқа? Мысалы, біз айтамыз, ертең Сауд Аравиясы бір заң шығарса, оны 200 мемлекет өзінің ана тіліне аударады да, ол түсінікті болады бүкіл әлемге. Мысалы, кімде-кім осындай шарттар орындайтын болса, біз Сауд Аравиясының азаматтығын береміз деген. Жаңа араб тілінде не шығарады, хабарлама береді да. Ол қарапайымға түсінікті. Сонда қараңыз енді. Алла тағаланың айтқан сөздері түсініксіз болады да, мағынасы аударылып кетеді де, енді адам баласы араб тілінде заң шығарса, ол түсінікті болмай бәріне, ол қалай болған сонда? Және мынадай сұрақ туындайды. Пайғамбарлар барлық, мысалы Құранда 25 пайғамбар бар да, олардың барлығы тек Құдай тағаланың үкімдерін, заңдарын насихаттап айтып келді. Енді олардың тілдері ретінде басқа 24 пайғамбардың тілдері түсінікті де, енді Мұхаммед пайғамбарымызға келгенде, оған Алланың аманы болсын, игілігі болсын, оны түсініксіз болып қала ма басқа аударғанда? Бұл сендерді ойландырмай ма? Мен таң қаламын осы сендерге. Бұл жерде бар ғой, Мәке. Бұл жерде мынау жаңа бұл жерде бар ғой. Ау. Иә. Бұл жерде бар ғой, кім Максимді айтып отыр ғой. Енді негізінде жаңағы Мұсаға жаңағы Тәурат беріліп отыр ғой. Мұсаның жаңағы несі кітабы Тәурат. Мұса пайғамбармен. Ал енді мына кімдікі, Иса пайғамбарымыздікі жаңағы Інжіл. Бұл жерде 4 кітаптың өзі бәрі мойындалыпты ғой. Бұл 4 кітаптың өзі жүйеленіп келген кезде, енді мына жағынан барсаң шариғаттық ілім мынау Мұхаммед пайғамбарымызға Құран шариғат беріліп отыр. Нәпсімен көріс. Шариғат қой Мұхаммед пайғамбарымызға. Одан кейін жаңағы Інжіл жаңағы Иса пайғамбар. Соның атымен келген мына бүкіл әлемдегі технология қазір айтып отыр ғой. Иса көктен түседі дейді. Оның бәрі Інжілдің атымен келген мына технология бар. Мына ондық өкілдер бар. Орыстар шығарып отыр, Совет өкіметінде бұрын болды ғой. Бүкіл технологияны бәрін солар шығарып отыр. Ал енді мысалы жаңағы қазақ неге шығармайды дейді. Қазақ шығара алмайды. Өйткені біздің жаңағы генетикалық кодымыз сүйек. Бізге ондай, біз тек қана меңгереміз. Міне 30 жыл міне жаңағы егемендік алдық деп отырмыз, бір завод салғанымыз жоқ. Өйткені бізге ол берілген жоқ. Біз оны шығара алмаймыз. Біз тек қана игереміз. Ал енді жаңағы Тәурат деп отыр жаңағы Максим. Тәураттың жаңағы несі программасы жаңағы источник не болып тұр? Тәурат болып тұр ғой. Енді оның несі жаңағы мына источник Қытай елі болып тұр. Мына иммунитет деген ел. Қазір мына Қытай елі мағрипаттық измерение. Жаңағы мына бүкіл компьютердің қожайындары соларға беріліп отыр. Компьютер жаңағы Қытай емес, мына Қытай, жаңағы Жапония дейміз, Южный Корея. Бұлар жаңағы мына Тәураттың несін ұстап отыр, бірақ өздері білмейді ғой. Бұлар соны ұстап отыр да, қазір бүкіл мына компьютерлік ненің қожайындарға солар болып отыр. Бүкіл сотканы, бүкіл компьютердің бәрін шығарып отырған солар. Мына ондықтар жаңағы технологияны шығарды. Жаңағы мынау машине, зил дейді ғой бұрынғы Совет өкіметі кезінде. Қазір жаңа измерение басқа. Бізге биологический көрінен енді осы жақтан жиналып, шариғаттан тариқат отырмыз. Тариқаттан барып мағрипаттан барып ақиқат. Ақиқат анау жаңағы өзіңіз білесіз ғой, мәңгі жасыл әлемге. Соған қарай өту керек. Сонда бұның бәрі 4 кітаптың өзі жүйеленіп мынау. Мына Құранның ішіне микрокосмостық әлем болып кіріп отыр ғой. Енді сол микрокосмостық әлемнен қайта макрокосмостық таныммен бәрін құрау керек. Жаңағы Інжілге содан кейін барып жаңағы Тәуратқа, мына Қытайға, мынау жаңағы айтып отыр, мынау телепортациялық тамыр технологиясы дейді. Мынау ЛРТ дейді ғой, аспалы мынау жолдар салу керек. Осындай нәрселер бұның әлде бірде-бір несі жоқ. Бірақ разработка Қытайда оның шығып жатыр ғой енді, солай ғой енді. Иә. Естілді ма? Сондай нәрсе ғой, бұлардың көрдіңіз бе? Ау. Ona Максим бар, Максим олар істеп жатыр дұрыс. Ал мен айтайын ба, өзімнің немді айтайын. Өзімнің ойымды айтайын мен сізге осы ғылымға байланысты.
Сіздер қатты қателесесіздер, ағайын. Мұсылмандардың артта қалуының бір ғана себебі бар, ағайын. Ол өз ана тілдерінде Құранды оқымайды, намаз оқымайды. Яғни ақпарат мұсылман халықтарына жетпейді. Мұсылман халықтарына ақпарат жетпегеннен кейін олар Құдайға жақындамайды, адамгершіліктен алыс болады. Мінекей, христиандар неге алда ғылымда озып кетті? Себебі олар дегендер өз ана тілінен Құран оқиды, Тәуратты оқиды, Інжілді оқиды. Осы екі кітаптағы оқиғалар, Құдайдың заңдары оларға жеткеннен кейін олар адамгершілікке жақын. Содан кейін оларға Алла тағала ғылым білімді береді. Ал надан халыққа, қараңғы халыққа ғылымды бермейді, ақпарат сырттан келеді. Өйткені надан халыққа ғылым беретін болса, ол қауіп төндіреді көрші елдерге. Мысалы, қазақтарға беретін болса, онда біздер қырамы жоямыз, өзбегіңді, қырғызыңды, орысыңды бәрін. Мінекей, неге бір кездері 6 миллион халық болдық біздер? Египетте 6 миллион халық болды. Ал қазір Египетте 90 миллион, біздерде не бәрі 20 миллион орыс қосқанда. Неге? Себебі бізді Алла тағала кеміте береді. Біздің білмейтін жағымыздан. Міне әңгіме қайда. Егер де біздер өз ана тілімізде Тәуратты, Інжілді, Құранды оқитын болсақ, онда біздерге нығмет деген алдымыздан, артымыздан, төбемізден, төменнен бәрі жан-жақтан келе береді. Міне осыны Құранда жазып қойған. Міне. Ал мына араб тілінде ғана намаз оқу деген пәтуа, ол шайтани пәтуа. Әдейі адамдарға ақпаратты жеткізбеу үшін заңдарды, үкімдерді, Алланың өсиеттерін, парыздарын. Міне қараңыз, қарапайым ғана мысал. Кез келген көшеде мұсылман ұстап алды, мешіттен барып, сұрашы мұсылманда неше парыз бар деп. Ол айтады, 5 парыз дейді. Атасының басы. Құранда нақты жазылған 8 парыз бар. Кек қайтару, өсиет қалдыру, Алланың жолында соғысу, яғни ақиқат жолында соғысу, және марқұм болған адамның өсиетін орындап, қарызы болса өтеп, қалған дүние мүлкін мұрагерлеріне мирасқа байланысты аяттарға сүйене отырып бөліп беру, ол да парыз. Мысалы, христиандарға қараңыздар. Нобель сыйлығын қараңыздар. Альфред Нобель қалдырды өсиет. Оны христиан қоғамы орындады. Ал бізде осындай қоғам бар ма орындайтын? Жоқ. Бір бай миллиардер қалдырсын дейтін өсиет. Оның миллиардтарын бөліп алады ақшасын дейтіндер. Неге? Себебі өсиет парыз деген парыз бізде жоқ. Білмейді адамдар. Міне әңгіме қайда. Қысқасы бізде дін жоқ. 8 парыздың 4-еуін жойып жіберген, 3-еуін жаңа айтындер, қалай айтсам екен, бұрмалайды, өздерінің ыңғайына қарай биліктейтіндер. Мысалы, намазды бұрмалаған, араб тілінде оқығырды. Дұрыс па? Дұрыс қой. Так, садақа зекетті монополист, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы өздерінің қалтасын салып бөлетінде билікке жақын адамдар. Дұрыс па? Дұрыс қой. Қажылыққа баруға тағы да жаңағыдай турист компанияға ақша төлесің 2 есе, Өзбекстанда бізге қарағанда 2 есе арзан екен, және бәрі контрольмен. Қысқасы міне, діндегі Құрандағы 8 парыздың 7-еуін дейтіндер жоқ деңіз, тек қана біреу ғана қалады, ораза. И то, оны да қарау керек. Мысалы, қараңыздар. Ораза ұстаған кезде былай істеуге болады. Біреудің асқазаны ауыратын болса, тағы бір ауруларына қарай, мысалы, христиан діндегі оразаны ұстауға болады, мысалы. Ол да жақсы, мысалы, кішкене болса дінге кіреді адамдар ретінде. Көрдіңіздер ме? Қысқасы, бізде ешқандай дін жоқ. Дін жоқ. Міне, қазір тәңіршілер шығып алып сынайды дінде. Ол білмейді, не айтып жүргендер өзі білмейді мінеке. Ақымақтық. Осы айтарым, қысқадан айтсам. Міне, мысалы қараңыз, бір мысал келтірейін сізге. Адам баласы да мысалы ақылы толмаған балаға қолына пышақ бермейді, біз бермейді, мылтық бермейді. Неге? Себебі ол қауіп төндіреді өзіне де, өзгеге де. Міне, қазір қараңыз, протестанттар 15 ғасырда Мартин Лютерден бастап протестанттар өз ана тілдерінде құлшылық ете бастады. Міне, Германияда, Англияда дегендей, олар дамып кетті. Ал біздер міне 21 ғасыр келді, әлі талқылауға қорқамыз біздер. Ислам діндегі тіл мәселесін талқылауға қорқамыз. Неге? Себебі ол дейтіндер атом бомбасы ол дейтіндер. Міне, әрбір халықтың өз ана тіліне намаз оққанын қаламайды. Диктатуралық жүйе қаламайды. Өйткені надан, қорқақ, білімсіз, бірлігі жоқ халықты басқару оңай. Солай? Жарайды, Максим. Максим, бұл жерде бар ғой. Ұзақ сөйлемек, қысқа сөйлеш, оның бәрін біліп отырсыз. Мына негізгі себептерін іздеу керек болып тұр ғой. Ана мен айтайын дегенім, жаңа сен ислам неге дамымай қалды деп отырсың ғой. Енді оны тағы мәркең тағы қосып айтатын шығар. А негізгі себебі жаңағы мынау исламда мынау дамымай қалған себебі мынау исламда жаңағы мына 40 парыз бар ғой. Соның ішінде 1% бар ғой, ғылым іздеу деген бар. Ана Мұхаммед пайғамбардың хадисі бар. Қытайға барсаңда ілім
ізден деген бар ғой хадис. Сол мына 40 парыздың ішінде 1% ғылым іздеу дегенде мына ислам жауып тастаған ғой. Мынау жаңағы Мұхаммед пайғамбарды жаңағы ғасыры дәріптеп, дінді аса дәріптеп кетті, жаңағы ғылым іздеу деген 1% нені жауып тастап, мына исламның дамымай қалған сол. Одан кейін жаңағы ондықтар жаңағы дамып жатыр, дұрыс айтасың. Бұның бәрі енді Құранға 4 кітап болып, Құранның ішіне микроскоптық жүйе болып кіріп отыр ғой. Енді осыны қайтадан бастап, мына Құранның ішінен бастап, қайтадан біз мына 9-шы жібереді, осының бәрін қателіктер көп. Дұрыс айтып отырсың, жаңағы бұлардың бәрі шығып отыр. Осының бәрін қайтадан жүйелеу керек. Сіз мына санға байланысты әңгіме айтасыз, санға байланысты. Онда санға байланысты мен сізге айтайын. Менің өмірімдегі сандық айтайын сізге. Мен өзімді Алла тағала жіберген ғасыр адамы деп айтып жүрмін. 19 санымен менің тағдырым өрнектелген, жүйеленген деп айтамын. Міне Құранда, Тәуретте 19 санмен жүйеленген ғой. Менің де өмірімде 19 сан өте көп. Міне қараңыз, менің әжем 19 жасында менің атама тұрмысқа шыққан. Менің анам 19 жасында менің әкеме тұрмысқа шыққан. Менің әйелім маған 19 жасында тұрмысқа шықты. Және 20 жастарында тұңғыштары дүниеге келді. Мен тұңғышымын. Тәуретте жазылған тұңғыш баланы неге арна дейді? Құдайға арна, дін жолына арна дейді. Сосын менің қызым да, үлкен қызым да тұрмысқа шыққанда 19 жасында болды. Және 2019 жылы жаңа баласы дүниеге келді алғашқы. Содан кейін екінші қызының атын Мәриям қойды. Оның Құрандағы сүре орны Мәриямның 19. Менің балам мысал дейтіндер, біздің үйден пропискадан шықты, Ақсайға барып отырды, 19-шы үйге барып прописка отырды. Мен 19 жыл арба сүйредім. Сонан кейін осы ақпаратты білдім, бұрын білмейтін едім. Және менің тұрып жатқан үйім 19 квадрат метр. Және Қазақстанда 19 миллион халық бар. Міне, басқа да мына қолымда ұстап отқан телефоны менің 19 Huawei P Smart емес, сондай бірдеңе. Оны мен рассрочка алғам, бірақ білген жоқпын. Ау. Түсіндім, жарайды. Ала, Мәке, бұл жерде 19 санын беріп отыр ғой, жарады, 19 санды алғанның өзіне жаңа максимал ешкім қарсы емес. Бірақ ал сөйлейікті, бұл жерде қазір 19 дұрыс формасы бар ғой. Бірақ қазір 19 емес қой әңгіме. Әңгіме қазір 16 Құраннан бастау керек. Мынау несі бар ғой, бізде соплық измерение, мына F16 деген мына формасы, мына ықылас комплексі 16-тан басталады. Сен мына фундаментін жасамай, үйдің төбесінің крышкасын жаппайсың ғой сен. Фундаментін бірінші құру керек. 16-тан Құраннан бастау керек. Ол 16, 19, 60, 90 бір онге серия шығады. Бірақ фундамент деген намаз. Ой Алла. Түсінде мен 19 енді болып отыр, бәрі келмейді ол бәрі. 19 емес, әңгіме фундамент керек, фундаментке. Құранда емес, қараңыз. Хадис бар. Діннің іргетасы, фундаменті ол намаз дейді. Яғни намаз ол ақпарат дейтіндер ана тілінде жүру керек. Ана тілінде жүрмегеннен кейін фундамент құрылмайды. Мінекей әңгіме қайда. Осы айттыңыз, айтсаңыз дейтіндер. Намаз дегендегі амал ғой, ол басқа жай. Мәкеңе сөз берші, Мәкеңе. Екеуміз сөйлеп тұрып алдық қой, бір адам сөйлесін де. Максим, мәселе бұлай. Оны енді бір жақты еткен күнде мына жаңағы отключенный дейді, мына 4 тақты негізінен алған кезде жаңа сіз айтып жатсыз ғой, 6301 аят деп. Олай емес. Мына 100-ліктің ішінде 16 деген сан суфизмдік тақтымен шығарылады. Суфизм дегенді білуші ме едіңіз? Бір таңбамен екі бағытты айыру. Сонда бұның ішінде кетеді 16 саны 4 рет кездеседі. Бірақ таңбамен таңбаланады да, бірақ 4 түрлі бағытты көрсетеді. 16, 19, 61, 91. Осының ішінен келеді тағын 6666 аят шығарылады. Көрдің ма, бұл есіңізде болсын. Енді жаңағы айтып отырған жаңағы тек қана нені дамымай қалды, жетілмей қалды деп айтсыз ғой да, түк не бермейді, анау бермейді, мынау бермейді деп. Тақта отключенный деп айтылады. Отключенный дейді. Өйткені жаңағы бұлардың несі ұстанымдық исламдық позициясы ангели-хранители биологический корень деп айтылады. Без техногенного индекса дейді. Бұлар технологиялық процесске қатыстырылмайды. Анау мына арабша тілдің айналып, нөлге құлатылуының мәні осында. Оны да түсіну керек. Өйткені бұларға тағыда эволюционный процестің индекстері берілмейді. Куәліктер тәркіленеді, ақша ұстатылмайды. Бұлар жүренген жоқ, бұл әлі адамның миына сыймайды. Бірақ ақпараты осылай келіп тұр бұлардың. Көрдіңіз ба? Өйткені мына неге? Бұлардың үйсіктері мына
сағат қарама қарсы айналып нөлге қарай құртылған кезде бесіктегі сәбидей қалып қалады. Баланың жанында қалады, былайша айтқанда отбасы ошақ қасында қалады бұндағы адамдар. Не себепті? Өйткені жаңағыдай өзің айтқандай ана баланың қолына пышақ беруге, мылтық беруге болмайды. Көрдіңіз ба? Осыған баланың жанында қалдырылады да шариғаттық позицияны осылай сақтап қалады. Бұл жердегі преэволюционный процесс бойынша кәдімгі ангелы-хранители статусы беріліп тұр ғой, по отключенному такту ангелы-хранители биологический корень деп айтылып отыр. Осы позицияны ұстанатын кезде, түбірдәнек тақып қалу кезінде қазір мына исламшылдар нелерді тәңіршілдер айыптап жүр. Мен айтып жүрмін, бұл тәңіршілдер негізінен алған кезде ангелы-хранители биологический корень. Бұлар кәдімгі бесіктегі сәбидің несін білдіреді. Ұстанымын 16 жасқа дейін біздерге берген негізі бала ерлігін. Мінекей осылай. Ал енді оны жаңағыдай кітабы жоқ, несі жоқ, пайғамбары жоқ, анау-мынау жоқ деп енді бесікке қалмыз, былайша айтқанда санамаймыз ғой, оларды құдайлық міндетке, жаңағыдай бір рабылық міндеттерге біз оларды міндеттемейміз ғой. Негізгі міндетіміз оларды бағып қағып өсіру. Осы негізде келгенде бұлар кәдімгі дінді келіп тықпалайды. Олай емес. Төрт тақты жұмыс істеу керек. Осы төрт тақтыны мен айтып түсіндіре алмай жүрмін. Отключенный, подключенный и отстраненный, заключенный деп айтылады. Көрдіңіз бе? Осы контроль негізінде төрт тақты жұмыс істеген кезде мына жаңағы шариғат, тариғат, мағрифат, ақиқат. Осы төртеуі жұмыс істеген кезде кәдімгі адамдар кәдімгі планетаны ашқанда кәдімгі хозяин разума дейді. Высший космический разумный хозяиндар. Осыны ажырататын осылай болады бұлардың. Ал енді бұған жете алмағандар, ол арабтың діні, Қытайдың құрт құмырсқа жейді, хакаян дейді, анау харам, мынау харам деп сонымен жүреді өздерін таппай кім екенін. На самом деле бұл осылай жүйеленіп қойған дүние. Иә. Соңында тәңіршілердің тәңіршілердің Құранға, пайғамбарға, Аллаға қарсы келіп жатқан сол ғой. Олар енді саналары 8 айлық бала сәбидей болып отыр ғой. Жерге көлемі бұлар. Бұлар айтқан кезде балиғат жасына толмаған балалар ғой. Енді балиғат жасына толмаған балаға сен қалай сен парыз қыласың? Сонан кейін жаңағы Құранды түсінбейді де, Құранға да қарсы келіп жатыр, пайғамбарға да қарсы келіп жатыр, Аллаға да қарсы келіп жатыр. Соны өздері білмей отыр да бұлар. Бұның бәрін орын болса, әрқайсысы дұрыс айтасыз негізі. Өйткені мына Құранды оқыған адам бұлардың жаңағы несі индикатор дейді. Түйсігі пропитание клетки научный процентный показатель дейді. Сол кезде жаңағы мына 360 градустық тіл энергиясы тартып кеткен кезде мына уақыттан 0,36 жабылып қалады. Бұл жердегі мына таным контроль уже көрдіңіз мына тіл энергиясы звуковой эхо дейді. Сол алып кетеді кәдімгі тартып кетеді адамның несін, түйсігін санасын. Сол кезде өздері білмей қалады, қандай дәрежеде не сөйлеп, не қойып тұрғанын, сөзбен үйлестіре алмайды. Мына негізінен алған кезде бұл терминологиялық әдебиет қой. Несі жаңағы. Ұстанымдық позициясы. Терминологиялық әдебиет мағынасын білмейді. Соның тіліндегі ақпарат 7 жұмаға шығып алады да. 7 жұмаға шығып алады да, бірін-бірі боқ шешесінен әкетіп тоқ қалтырмай жатыр да, сөздерін тілдерінен ұстап аласың ғой ақпаратты. Қандай ақпараттан келіп тұрған? Міндетті түрде. Солай. Кәрі, бұл жерде әңгіме көп қой, просто бұл жерде осындай бір немен шешпесе, бұл дауласқаннан ештеме шықпайды ол. Бірін-бір тыңдай біліп. Оның бәрі не екенін қайда ол микрокосмостық ілім болғаннан кейін оны түсінуден ол зуылдап тұрған секундтың ішінде секундта тұрған ақпарат қой. Оны ұстап алудың өзі де қиын да. Содан кейін тілмен ұрып еді, анау неге бұлай, мынау неге бұлай, анау неге бұлай деп бой бермейді да сонымен. Бәрі естіліп тұр ма? Өзі солай болып кетіп тұр ғой, тартып. Естіліп тұр, иә. Максим шығып кетті ғой деймін. шығып кетті ма, или Максимнің несі не қалды ғой деймін. Жарайды, ер көзінде. Дінде зоры жоқ дейді ғой. Жарайды. Жаңа нені оқы, кім? Төрт адам екен ғой отырған. Отырған төрт адам ба?
Al. Ұрсын жақта ұрсын. Мына жерден қосылып тұрма, білмей тұрма, бірінде таппай тұрма бір деп тұр. Жарайды мәке. Енді мына жерде арабша оқудың айырмашылығы 2+1 минус 2 Көріп қойды ғой, ана жақта. Кім? Анау расы. Солай мәке. Енді қайтамыз. Түсіндіру қиын, айту қиын. Өзімізді толық нетпесек те айту. Теория қиын бұл теория. Бірақ ақпаратын шайқай беру керек шығар. Менің ойымша сол дұрыс болады, дұрыс па деп ойлаймын. Ақпарат шайқалу керек. Соған барып дұрыс шығады ғой енді. Мына жерде жаңағы анау Тоқтар ағамыз айтты ғой мына жерде. Сәлият деп айтылады. Мына қазақтан намаз деген сөз, мына орап сөйлейді, бұрап сөйлейді. Мен сөзді соңында айтып емес пе жаңағы. Мұсылман деген сөздің мағынасын жалпы несін айтып өттім ғой өткендегі бір неде. Мінекей сол кезде жаңағы айтып кеткені, мына қазақтың несі бар, 9 әрпі бар, ерекше болып келетін. Өйткені 9 әріптің ерекшелігі сонда, оған сөз құралған кезде 9 сөз шығады жаңағы. Ана дейді, аға дейді, мінекей былай оқыса да, былай оқыса да. Бұл сөз магиясымен жасалғандықтан ол солай болып кетті ғой жаңағы. Анау мұсылман деген сөздің ішінде жаңағы ходовой части түсіп қалды да, бұл намысым деп, мұсылман деп кетті. Оны енді сөз магиясына ауысқан кезде бұл ходовой частini бөліп жауып тастады ғой. Мұсылман деген қайтеді, бұның әлі мағынасы өте терең нәрсе. Бұның анау нөлдік дәрежедегі стратегиялық бағыты бар, мақсаты бар дүние оның бәрі, жалпылама айтқан кезде. Олардың бәрі әлі айтпай тұр ғой, нақты, ашық. Енді ол тәңіршеде жаңа тауласып отырған намаз деген жаңағы қазақтың сөзі, ораза деген қазақтың сөзі. Бұның кезінде көшпенді заманда осыны аталарымыз исламды қабылдаған кезде соның бәрін реттеп осы неге кіргізіп кетті ғой. Енді соны қайтадан бөлшектеп бөліп жатырмыз да соның бәрін. Тоқтар абызға дейін шешіп баға дүниелер ғой бұны енді гана шығарып жатыр. Оның негізінде соны айтпады ғой, мына жаңағы мен бұндардың жын сүресімен Құранға кіргенін айтпай отыр ғой. Оны келді да енді жаңа біздердің нелеріміз мана жүйелеп кеткен жол. Дұрыс айтасыз, ата бабаларымыз оның бәрін түгел айтып, кәдімгідей кіргізіп, мыналар біздегі шатақ сөйлеп жүр екен, мына Мұхаммедке ғажайып Құран түсті деген анау несі бар ғой, аяты бар ғой. Енді соның бәрін біліп отырып, енді келді дағыны жаңағыдай бұл арабтікі деп келді. Құранда тұр ғой, пайғамбарымыз таң намазын оқып тұрғанда ма, жындар келіп тыңдайды деді, соны көшпендер, біздің ата бабамыздар, сақтар, ғұндар кезінде әлемді биледі ғой, көрші жүрген халық болған ғой. Сонда олар естіген ғой, осындай жерде пайғамбар шықты деген олар естиді ғой енді. Соны барып көрейік деп белши берген. Намаз оқып тұрған кезде көрген, мынау шығып тұрған пайғамбар екен ғой деп, мынаның айтып отырған бәрі дұрыс екен ғой, бізге ешқандай қарсы емес екен ғой, бұлардың да айтып отырған сол бір Алла, бір тәңір екен ғой деп. Сонда жаңағы арабтың Алласы қазақтың тәңірі болып тұр ғой сонда. Содан кейін барып жаңағы жын сүресімен кіріп, бұлар жаңағы дінді қабылдаған адам деген сериямен. Соның бәрін аталарымыз бәрін жүйелеп, ол кездегі кісілердің бәрі сөзге тоқтаған, жаңағы ымды білмеген дымды білмейді ғой қазір. Бәрін білген ғой, оны бәрін ұйымдастырып кеткен, оны кеп мұн жақта қазір білгіштерге оны бәрін талқандап отыр да қайтадан. Солай ғой енді. Қазақта мынандай болған, мынандай болған. Кезінде оның бәрін жүйелеп кетті ғой, жүйелеп. Қабылдап, о кезде қабылдап. Құранда тұр ғой, аяттар тұр, оқымаймын соны. Енді адам деген серияны шығару керек қой, адам бол дейді мысалы, адам деген сөз ешбір ұлттың переводында жоқ қой, ешбір ұлтта жоқ сөз қолданысында жоқ адам деген сөз. Тек қана мына
қазақ деп айтыр, қазақтар деген бар, адам бол дейді. Жаңағы Құранда жын сүресі қазақтың сөзінде тұр ғой, жынымды келтірме, жын ұрды ма, жынымды қағып алайын ба, жыным келіп тұр. Сөзіміздің қолданысымызда тұр ғой. Осыған мән бермейді де бұның бәрін. Иә. Дұрыс айтасыз. Содан кейін Енді соны айтып ана жатыр ғой да, тілімізді жоғалтамыз деп. Енді Құранға жаңа жын мен саған бір айттым, қазақ деген ұлтта отырмысын аяқталды ғой. Қазақ деген ұлт жоқ қой, қазақ деген тілі ғана қазақ. Бірақ амалы қазақ емес қой, бұрын кезде жаңағы көшпенділер сияқты өмір сүрген жоқ. Төрт түлік мал, қазақ үй, салт дәстүр, хандық құрылым болды. Қазір хандық құрылым жоқ қой қазір. Төрт түлік мал ешкім бақпайды қазір. Қазақ үйде ешкім тұрмайды. Қазіргі қазақтар техногенный моңғолдар ғой енді. Өз әлемде шағырасы бар ғой. Европейт, монголоид, содан кейін негроид. Сонда тұр ғой енді бәрі. Қазіргі қазақтар техниканы меңгерген, машина айдайды, самолет айдайды, техника айдайды, бәрін істейді. Дұрыс айтасыз. Ана есімнен айтып жатырмын ғой мен, мысалы үшін жаңағы мына неменен ана Иса пайғамбар былай айтқанда бұлардың бәрін темірге айналдырып жіберді деп айтып жатырмын ғой. Мына жаңағы Иса пайғамбардың басыменен технологиялық ілім, карма өтеміне берілген, телевизор измерениесінде өлтіріліп, адам саясында тірілтілді да соған берілген десем, бұны ешқайсысы қабылдай алмайды ғой. Негізінде технология Иса пайғамбардың атымен келген десем. Өткенде біреу күлді ғой, темірді алып келген. Бұлар көзбе-көз іздеп жүр ғой, Иса аспаннан түседі, жерден мәді шығады деп. Бұның бәрі көзбе-көз іздеп жүр. Мәдінің қайдан шығатынын, Исаның қайдан келетінін бұлар бірде-біреу, анау материалист молдалардың біреуі де білмейді. Өзінше ойлап отыр, аспаннан кәдімгідей бір баяғы Исаның өзі түседі деп отыр. Оның атымен түскен технология, Інжілдің программасы екен, ол миына кіріп шықпайды. Ал енді мәді шығады. Мәдіден ол Мұхаммед үмбетінен шығады, бірақ ол ықылас комплекстен шығады ғой. Иә, ықыластан шығады. Ықылас комплекс енді қазірдің өзінде разработкасы, енді біздің осы қазақ баласында жүйеленуге тиіс, өйткені біздерге мына жын сүресімен уже бұларда реттеу керек қой. Енді былайша айтқанда арабтың өз жүйесінде де мына Құран жүйеленіп қойған. Бізге келді ғой, сараған сардас бізге келіп тұр ғой, осыны жүйелендіріп. Жоқ, біз өзіміздің баяғы немізге салып ғой, біз ана ата бабаларымыз былай болған, ата бабаларымыз түгел болған, анау болған, мынау болған деп сол ескі әңгімені өтіп кеткен бір әңгіме. Қазір 21-ші ғасыр қазір есіктің алдында тұр. Бұл қай заманға технология ана қайда измерение, анау ол кездегі измерение қандай. Мүлде бөлек таным ғой қазір. Енді осыны барып түсініп, былай екен ғой демейді. Қазір міне компьютеріне қолымызда ұстаған сотка, көшпенділер оның біреуі де болған жоқ. Бұрын қазақ үйде тұрды, төрт түлік мал, хандық құрылым, сонымен жүрді ғой, атқа мініп. Қазір атқа мінетін қазақтар жоқ, былай қарап отырсаң, міне алмайды, атқа міне алмайтын қазақтар бар. Бірақ түрі қазақ, тілі қазақ, бірақ амалы келмейді, бірақ машина айдайды, иномарканы айдайды, ананы айдайды, бәрін айдайды. Бірақ атқа міне алмайды. Өзіміздің қазақтар тұр ғой енді. Оны бой бермейді, ой, біз қазақпыз, біз бүйтеміз, ата-бабаларымыз өйткен, ата-бабаларым дәуір өтіп кетті, кезінде сөйткен. Енді соны қайтадан жаңғырту керек қой 21-ші ғасырда. Енді ондай қазақ жаңағыдай неге тартып тұратын болса, бұлардың тактысы отключенный ғой. Бұлардың тактысы отключенный ғой, жаңағыдай қазақпыз деп тартып тұратын. Жоқ, сонан білмейді, отключениеміз беріп тұрады. Бұлар енді оны сөз деп кетіп тұр ғой. Сөз, Құранды сөз дейді. Бәрін сөз, бәрін іздейді. Ой, былай деп, менің танымым жетпейді. Ой, біздің анау болған, мынау болған, бүйткен дейді. Оны қазір атқа мініп қазір кімді жаулайсың сен қазір? Қазір технологияда мүлдем басқа қазір. Қазір мүлде басқа. Рас қой, атқа міндің, кімді көресің? Қазір технологиямен жарақаттан болсаң қазір ата-бабамыз бүйткен. Мен қайда барасың атпен? Қайда барасың сен? Жүгіріп отырмайды, не тұрышты адамдар. Сол ойланбайды, ой, бүйткен деп, баяғыдағы несінде қайта айта береді. Не алдыға жылытуға
жылытпайды, кедергі жасап көлденең тұрып алды алдында. Оны ойлану керек қой, былай істесек болады екен. Қашан адам боламыз? Қазақ сөзде тұр ғой, адам бол деп тұр. Хайуан бол деп тұрған жоқ. Адам бол десе, жоқ, біз кері татамыз. Біз былай болғанбыз деп. Анағанда қарсы шығады, мынағанда қарсы шығады. Аузарына боқтық. Одан басқа айтады іштеме жоқ. Не бір ұсынатын іштемесі жоқ. Құр айту сөзді қура береді. Не одан майда шықпайсыз ғой. Даулассаң желде өсет дейді ғой, өздері айтып өзі шешеді деп. Үйір болған кісілер жан тыныштық деседі деп. Жан тыныштық ол емес, жан дененің құл емес дейді ғой. Сөзбен сапара береді ол. Енді оған тоқтам жоқ. Сілкіну керек қой, қой, мына жүріс болмайды деп мысалы. Адам баласы бұрақ кішкене өзін-өзі ойланып, мынау қазақ неге дамымай қалған, қайт, дамымайды. Әлі руға бөлініп, әлі жүзге бөлініп болсаң. Бір нені ішіне көру керек қой. Бір қазақтың ішіне көру керек қой. Бөлінгенде бөр жет деп қазақ атаң баяғыда айтыпсың ғой. Оны былай айтқанда тілдік мәнерін түсіндірудің өзі өте қымбат. Язычный бойға кіріп кетіп тұрмыз, екі мемлекеттер плюс бойынша. Сол, язычный бой, дауласам. Максимде қазақшаны оқымаймыз деп. Айналайын. Ол бізге берілмеген қазақша оқу. Арабша түссін ба оқуды тұрған іштеме жоқ, бірақ қазақша мағынасы бар. Мағынасын айтқан кезде кәдімгідей ана арабтың тілімен екеуі кәдімгі бір-біріне сопротивление болады ғой сонда. Қайшыласып қалады ғой. Сен бәлен-бәй аяттың бір қазақша аударып баршы. Қалай оқисың сен? 20 рахат тарауытты қайтып оқисың оны. Кім аударып береді бізге? Бұлар өзінің мына есімде жаңағы қалай еді, не екенде қазақша әрқайсысы өздерінің тілдерінде оқимын десе, олар кәдімгі отключенный тактida оқи берулеріне болады ғой, оларға запрет жоқ. Енді мына негізгі жүйеленген ортада енді олар обязательно оқу керек араб тілінде. Салаят пен намаздың айырмасы деп. Ол дұрыс енді. Енді қазақша оқимын деп өзі оқысын да, бірақ біреуге тықпаламасын оны. Қазақша оқы деп, басқа біреуге тықпа. Енді зорлық жоқ деп отыр ғой. Енді біреулер оны қайтып оқиды қазақша. Мысалы, орыс тілді қазақтар бар. Мысалы, қайтып оқиды ол. Өзі тіпті болмаса отключенный позицияда қалды, айналайын қазақ айтады ғой, өзіңмен өзің бол дейді ғой. Өзіңмен өзің бол, болды. Бірақ басқа біреуге жаңағы кедергі жасама, біреуге жаңағы зияның тимесін. Енді бұл жердегі мынау Мұхаммедтің намазы, былайша айтқанда пайғамбарымыздың бұл намазы былайша қызыл шоқ болып тұр ғой бұл. Бұл жайған шоқ болып тұр ғой, бұны екінің дұрыс ұстай алмайды, көрдіңіз ба? Жаңағыдай келген кезде уже шегініп кетіп уже. Былай қиямет келген кезде айтады ғой, мынау жаңағы намазын татай қашады деп. Намаз оқып жүргендердің өзі, мына осы танымға жеткен кезде ұстай алмайды, тұра қашады. Оны бір ойыншық көріп ғой бәрі. Тұра қашады. Қазір бір енді Алла деген анау звуковой эхоға кіріп алған, бітті уже. Бірақ енді мына өткенде мына астына айтып кеттік қой, знание свыше пояса, ниже головы. И сосын кейін екі бөлінеді. Ниже пояса и свыше колени. Микрокосмостық ілім жағдайында жасалады. Тілге тақты деген сол, жаңағында микрокосмостық жағдайда уже рухқа жалған мәселесі күл міндеттер тұр ғой енді, по плюсу. Енді осы жағына келген кезде бұлардың уже тастай қашады ғой, действительности. Оқығаны болмаса, тілін тергіп, былайша айтқанда амал істемегеннен кейін қайтеді енді оны. Не істейді?
Ал жаңағы сол өзінің нөлдік позициясында берілген оразасы бар, 5 уақыт намазы бар. Былайша айтқан кезде жаңағы амалдар істеу. Одан да басқа да амалдар тұр ғой енді. Ол анау нөлдік позицияда, ол шариғат сақтап қалу жолындағы амалдар. Енді мынау енді эволюционный кривияға келген кезде, исламдық переходтың жолы өсіп, дәрежесі артып, оңы мен солын таныған кездегі, уақытқа келген кездегісі уже басқаша болып кетеді ғой. Бұлар бір орында қалып қалмайды уже. Былайша айтқанда, планетарный масштабтың әңгімесі ғой бұл жерде. Планетарный масштабтың жүгін арқалау деген енді қып-қызыл шок. Ау. Высший разум ғой, высший разум. Высший разум дейді. Высший разум. Вот мінекей осыған. Бұл жерде былайша айтқан кезде мына Құранның өзін жаңағы жан, тән, рухқа бөліп қоюының өзі сол ғой. Осы үш этапқа бөліп отырған себебі сол. Мына рух дегенді қазір көбісі не қылады? Бұны кәдімгі математикалық ілім негізінде берілген контроль екенін, оның талданатындығы жөнінен олардың ешқайсысы да білмейді оны. Рухты кәдімгідей бейнелейді ғой. Ал енді ана Құранда аяты бар. Жаңағы неге пайғамбарымызға түскен. Бұл жерде айтылып отыр, ей Мұхаммед, саған осындай рух танымынан аздаған нелер келтірдік, дейінгі пайғамбарлардың бәрі адасты деп отыр ғой. Енді ол пайғамбарлар адасқаннан кейін адам баласын вообще қоя салу керек қой, сөзім аяқ. Тура сол жоғайын біз келіп отырмыз ғой енді. Бұл енді контроль индикатор деген бұның қазір бізде қазір соған айналып келіп тұрмыз. Соған келіп тұрмыз ғой тура. Қазіргі аруақ деп мысалы жаңағы жауап шапқан дейді. Фактически ол кезде соны көшпенділер білген оның не екенін. А қазіргі орын прямой түсінеді да бұлай. Иә. Осы жерден шығады ғой жаңағы мынау аруақ дегендер, мына отключенный тактадан шығады. Неге десеңіздер, отключать тастайды ғой. Сол кезде жаңағы мына аруақ деген кезде бұлардың көбісі немен шатысқан? Мына көмілген көпшікті бізге береді да, көміп қояды да. Бұлардан тарайтын отражение энергия дейді ғой. Бұлардың ішінде бұлардың өзі төртке бөлінеді. Голографиялық дейді, сосын голограммалық дейді, сосын графика дейді, сосын призма. Көрдіңіз бе, осы төрт түрлі түсініктің елесіменен шатысқанда бұлар рух жаңағы мына жерге көмілген ана елестің несін бұлар көбінесе сөйтіп рухты бейнелеп кеткен. А самом деле олай емес, әруақ деген олай емес. Әруақ деген вертикалды әлемде мына отключенный тақтада однополярниктердің ішінен шығатын жаныңызда жүрген өкілдерді айтады, әр уақытта қасыңдамын, біргемін деген. Енді ана өлім дегеннің өзі қазір екінің бірі айта алмайды. Өлім дегеннің өзі екі индекспен анықталынады. Ақиқат өлім, сосын жалған өлім деген бар. Жалған өлімнің разработкасы қазір мына неде? Қазір мына мәселенің негізгі разработкасында жүр ғой, қазір мына мемлекет деген маршрутта түрме бар емес па? База өмірі дейді ғой. Сол параметр болып жалған өлімді. Оларда түрлері көп жалған өлімнің. Клиникалық смерть деп кетеді, қайта тірілу, оның нелері де көп параметрлері түрлене береді ары қарай. А негізгі несі основаниясы жаңағыдай. Оның бәрі түгел вертикалды әлемде, мына жалған өлім деп, жаңағы көбілген көпшіліктің сырымен берілген нәрсені бұлар көбінесе сол жаңағы. Жалған өлім, ақиқат өлім. Сонымен шатысады ғой көбісі. Біреу горизонтальный, біреу вертикальный әлем ғой. Жалған өмір. Шатысып горизонтальный әлемдегі дүниемен жүр ғой қазір көбісі. Иә. Соны ана горизонталь әлемнің несіне, индексіне жабысып қалғандардың көбісі сол ғой жаңағыдай. Өлім ақиқат деп соларды көрсетеді. Өзі де солай ғой енді. Өлім ақиқат дейді. Ал енді жалған өлімнің бар екенін олар оны түсінемейді да ғой. Бұлардың ішінде адам деген индекске ауысып кетеді ғой. Адам дегеннің өзінің мағынасы, терминологиялық мағынасының өзі көпшікті сырымен, ДНК-мен байланысты болғаннан кейін бұларда ешқандай өлім болмайды ғой. Өйткені бұларда азан шақырылған есім болмайды да, сосын жабық қанаттық функцияға кіріп кеткен туылмаған деп беріліп отыр ғой. Деген мына аталар адам деген өзі сопротивлениесі болып келеді. Рухтан жаралушы, рухтан танушы ғой. Иә. Солай болып кетеді. Рух деп болсын. Информациясы, ақпараты біздің танымызға орнық болғаннан кейін бұларды отшивать етіп қабылдай алмаймыз ғой. Осыдан туындайды ғой бұл. Бәрін айтатын бір сала.
Бірақ ешкім сол тұжырым жасамайды да, қорытынды жасамайды да, иә. құрайтын сөзбен ұра береді. Ой, бүйткен, біздің атамыз бүйткен дейді, ана жақта ана нелері ол басқа, намазхандар ол бір өзің есен шықпайды. Ол үшін айтып отыр ғой, 70 тармаққа бөлінеді деген. 37-те 70. Иә, 37-те 70. Тармаққа бөлініп, сонымен қазір бірін-бірі бой бермей отыр. Ақиқат біреу білмейді. Иә. Қазір бір жерге кіріп бағырып айтты. Деген кезде оны. Өткенде өзің көрдің ғой, бір группаға кірсең, түсінбейді, боқтап, не группадан шығарып береді болды. Өткен таным жетпейді ғой. Оны өзінің білімсіз екенін мойындағысы келмейді да. Әрқайсысы әрқайсысы білгіш, әрқайсысы дана, өзінің авторитетін түсіргіш жоқ. Өзінің жамағатынан айырылып қалғысы жоқ. Өзінің несін бір сарынды айта береді, биқайта береді. Аманада елімді айтсаң түсінбейді, оны жоққа шығарады. Или боқтайды сол. Анау айтып отыр кімдегі? Санадағы сілкін істеп отыр ғой. Солай болу керек қой, санаға сілкін жасау керек қой. Қанат тақта. Ол сөздің бір сөздің жаны бар. Санаға сілкін жасау. Ол да енді өзің бір немесін айтады. Ал да бірақ сол ешқайсысы әрқайсысы жеке айту. Ол кітаппен байланыспаған екен-ақ болды ғой. Қателік кетеді. Максим де сол өзінің айту қазақша оқысам, қазақша не етсем дейді. Оның бәрі енді өзің оқыған басқа біреу тықпайды. Сегіз адам отыр екен ғой. 8 адам? Уақыт бар ма әке? 8 адам дейсіз ба? Әлі уақытың бар ма? Әлі отырасың ба? Уақытың шектеулі ма дегенім ғой? Уақыт. Білмеймін, мына жерде көрсетпей тұр штат ол шектеулі екенін. Отыруға болатын шығар әлі. Біреу сұрақ қойса жауап бересің енді. Ақылдасып кететін дүние айтып. Мына жерде боқтап жазбай жатыр. Жазбай тұрмын. Неден бақтарым? Неден болмаса қадір Жәбірейілдің кім екенін қадір түні шығған дейін тағы да. Жәбірейілдің кім екені несеттің ішке түсетіндігі бұлардың миссиясы жөнінде айтуға тура келеді. Қазір мүлде басқа оның бәрі Құранда айтып Жәбірейіл бастаған періштесі болды. Анау мынау дейді, оның бәрі қазір таным біз мүлде бөлек қой, мүлде басқа. Оны тікелей түсініп жүрді қазір. Он сөз-сөз бұл жерде мәке саған әлі көп жұмыс істеу керек қой. Дауысым жақсы шығып тұр ма? Мәке? Жақсы естіліп тұр. Дауысым жақсы шығып тұр ма? Қатты шығып тұр ма? Сенікі маған ақырып тұр. Білмеймін, неден болып тұрғанын түсінемей тұрмын. Менікі бұлай қатты шығып тұр ма бұлай? Сізді нақты естіліп тұр. Сет шығар. Нақты естіліп тұр. Соған қарағанда сет нашар ма деймін. Оны не қылатын болса да көріп. Өзім дауысым мен ана қойғанын тыңдап отырмын. Мен өзім ана телефонды құлатып алғанмын, бәлкім телефоннан болып тұрмын екен. Телефоннан болып тұрмын, айтпесе. Біз компьютердің қожайындары емес қой, мәке. Компьютердің қожайындары, компьютерлік не берілмеген ғой бізге? Таураттың программасы мынау. Сол күн анша білмейді.
қазақтар иә дұрыс сатып алады, өзі шығармайды. Олардың технологиясын игереді. Берілмеген ғой бұл, анша көп сырын біле бермейді ғой бұлар. Ішінара бар иә енді, иә ішін иә көбісі сол жаңағы. Ештеме шығара алмаймыз, енді сүйек қожайыны оның бізге ондай ештеме берілмеген ғой оның бәрі. Генетикалық кодымызға байланысты ғой. Мгм. Ол мың иә жылына оны да қарасаң айтып да жатырық қой бұл генетикалық ол мына жаңағыдай қазақ әлем генетикалық үйренген. код дегеннен шығады мысалы ана неге бұл қазақ деген ел еліктеуіш анаған ілесіп кетеді мынаған ілесіп кетеді ананың да сөзін өздерінің несін тани алмайды деген сияқты айтып жатыр да сонда мен айтамын ол генетикалық кодымызда бар жақсы нәрсе ол сүйекке жабысып тұрған 11 мүшел емес па соның ақпаратымен кетіп қалады ғой әйтпесе мына жалаңаш сүйек күйінде қалады егер ол жаңағыдай еліктеп олардың соңында сондай нәрсе ғой бұның бәрі Ол маған екінші құралып тұр ғой. Адреналиновый комплекс дейсің ба? ну енді солай десе де болады өйткені мына тәнімізге түскен ақпарат кәдімгідей уже жындарымызды қоздырып шайтандарымызды шайқайды ғой содан кейін оны адреналиновый комплекс дейді Ол сразу сол саптайлап жөнеліп тұр. Айтайын. Өзімізде тұр ғой. Жынымды кетірме. Жынымды қағып алайын ба деп жынында тұр ғой. Жындысың ба деп өз өзіміздің қолданысымызда тұр ғой осы бәрі. Бар пәленің бәрі. Соны бірдеңе шығамыз қазір. иә Жынның қылығын істейміз ғой қазір. мына нелер мына дінді дәріптейтіндер бұл мына нені құрандағы айтылған ана өзіме жындарды құлшылық үшін жараттым дегенде жындарды құлжық қылып көрсетеді ғой бұлар неге екені белгісіз өздерінің ұстанған позициясын сондай бір не көреді да енді қалған нәрселерді енді былай нені өзінің дұрыс мәнерінде жеткізгеннің орнына уже басқаша сипаттайды да иә сол себептен де бұл нәрсе мына мемлекеттік жүйе деген общем мына құранмен қатар қойылған кезде жаңағыдай біздердің уже екі бөлінуімізге тура келеді ғой плюс пен минус айырылуымызға әйтпесе қазір общаковый неде тұрмыз ғой общаковый функцияда уже анау анандай айтса біреу сөз қылып кетеді біреу сөз магиясының соңынан кетеді анау бүйтіп айтты мынау сөйтіп айтты ана өзінің нақты позициясын не қыла алмайды жаңағыдай синтездей алмайды несі қорытындыла алмайды сол себептен де бұны енді игеру үшін жаңағыдай общем бөліну керек плюс пен минуске сол кезде дұрыс болатын шығар деп ойлаймын енді қазір өзі бөлініп жатыр ғой міне таңертең бір бөлек анау бір бөлек өзі ақырын өзен разработкасын шығарып жатыр ғой сөйтіп біртіндеп көбесі сөйтіп біртіндеп төгіле беретін сияқты ғой мен деп ойлаймын иә бірақ өздері білмейді сол өздерінің жаңағы әрқайсысы өзінің разработкасын шығарып жатыр ғой ау иә ол әрқайсысы өздерінің разработкаларын шығарып жатыр позицияларын уже не қылып жатыр ғой мына кісіден ешкім сұрақ қоймай ма саған бір сұрақ қоятындар болса сұрақ қойсын сұрақ келіп жатқан жоқ соны айтайын мен біреу может қанша адам отыр дедіңіз айтайын деген ойын жібере алмай тұрған шығар енді сұрайтын болса сұрасын енді ары қарай бастап жазса ары қарай өзі іліп әкетесіңіз ғой не айтқалы тұрған не сұрағалы тұрған ака сұрамаған бала емшек бермейді дейді ғой пока ондай сұрақ келіп тұрған жоқ әйтеуір лайк басып жатыр әйтеуір
рахмет айтарына. Ал айтпаса жоқ дейді. Ақырын өсіп өзі ақырын жаңа бір форматты адамдар шығады ғой енді. Танымдағы адамдар. Аза, анаған бермеген, мынаған бермеген. Енді керек қой. Иә. Уланбаған іштемеге. Бәрі бір не шығу керек қой. Құдай жоқ дегенде жаңа жоғалып кетпейді ғой енді. Жоқ дегеннің бар келбеті бар деген жоқ келбеті бар ма? Жоқ, бұл жерде мынау еді Құдай жоқ дегенде бұның мағынасы басқаша. Құдай жоқ дегенде жоғалып кетпейді. Олай емес. Ниса сүресінің негізінде айттық қой, ана Фатиха сүресінің разработкасы өткен кезде. Жаңағы Алладан басқа тәңір жоқ. Қозғалтан астын шешімі біледі деген кезде бұның ішінде ғылыми танымдық несі болып кетеді. Періштелерге иман келтіру негізіндегі статустық не бойынша, позиция бойынша мағынасы бар, Құдай жоқ дегеннің. Жүктілікті әйел адам көтереді, еркек адам көтеремейді деген мағынаны айтады. Солай болып кетеді, негізгі несі жағы. Ал енді бұны келеді дағын Құдай жоқ деген бітті, ана мұсылманбыз деді да, сонымен. Енді ол енді мұсылмандықтың өзі 100% қоғамды 100% жаңағыдай мұсылмандықты дәріптеуге болмайды. Олай емес негізі. Егер 100% кәдімгі мына күллі нәрсенің бәрі мұсылманға айналдырып жіберетін болса, мұсылман деген сөздің нормасын айттық қой жаңағы, аналыққа қызметші деген мағынаны. Функция 13 формуланың ішіндегі конструкционный источник, клетка болып саналады. Сонда аналыққа қызметші деген бұлай жай человек измерениясындағы айырмасы ғой. Бұлай жалпылама конструкционный источник. Сонда сіз ойлаңыз, сонда дух Бога сыртта қалғанда бұның бәрі мұсылманға айналдырып жүрсе, дух Бога исчезает деген сөз. Ер азаматтың қадір қасиеті жоғалып кетеді. Түгелдей жаңағыдай гей, анау мынау сондай айналып кетеді түгел. Сондықтан бұларды кәдімгі адам басымен реттеп формула мәніне белгілі бір дәрежеде контрольда ұстау керек. Мына нені Інжілде тарихатта оны жаңағыдай өздерінің несін қалдыру керек. Өйткені бұлардың несін жаңағыдай айналдыруға болмайды. Оның ішінде мысалы 10 адам мұсылман, 10 адам христиандықты ұстау. Көрдіңіз бе? Сонда ақыреттің таразысы туады. Ана жаңағына кірмей қалған мұсылман конструкционный источник болса, мыналар топчатый источник саналады. Мінекей осы кезде жаңағы русский мұсылман, казахский христиане деген позиция, статус шығу керек. Осы нәрсе шықса қоғамда, уже инкубацияның детальдары уже кәдімгідей пайда болды. Осындай нәрсе пайда болу керек. 100% жаңағы неге? Оның бәрі әрқайсы орын табады ғой. 100%-ын қарағанда 100% алғанда 4 тақ түгел кезде әрқайсы 25%-дан алады ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Енді қазір осының жолында ғой, мінекей мына тәңіршілдердің айқасып жатқан себебі сол ғой. Уже өздерінің кәдімгі ангелы-хранители несі биологический корень, уже кәдімгі мына тәңіршілдерден болған кезде мына Құдайдың жағындағы позицияны уже сақтап қалу керек. Көрдіңіз бе? Мына исламмен жаңағы тәңіршілдер сол үшін айтысып жатыр. Әйтеуір бір жағдаймен тартысып айтысып жатыр, бірақ не үшін, неге екенін білмейді өздері. Көрдіңіз бе? Бірақ сыртында контроль бар ғой бәрібір де. Бақылап отырмыз. Конечно. Алланың 99%-мен жұмыс істеген кезде дұрыс айтасыз, жаңағыдай 25%-ді үлеспенен уже кәдімгідей контрольға келеді ғой бұлар. Айтысып. Кейін ол жүйеленген бәрі әрқайсы өзінің орнын табады ғой. Менің орным мұншақ екен ғой. Менің орным мұншақ, әрқайсы өз жағына кетеді ғой сонда. Сонда ешкім сонда мына жақта айтыспайды да, тарыспайды да, біріне бір тіл тигізбейді. Әркім өз позициясында қалады ғой сонда. Таныма жетеді. Енді ол өзінің білегіне өтеді. Мен мындай екен ғой. Бұл бәркім өзінің несінің біреудің несі бар. Болды, айналайын бітті.
тату тәтті өмір сүрейік дейді, болды. Әркім өз регионында болады ғой. Иә. Сенің баратын жағың ар жағын жолың анау дейді. Өздері жол көрсетіп отырады. Иә. Былайша айтқанда жаңағы айтылып отырған алтын ғасыры осы неден басталып алған мінекей. Осылай жүйеленіп реттелген кезде, уже әрқайсысы өзінің жолын тапқан кезде, уже біріне бір зиян келмейді уже. Өйткені жаңағы неде айтып жатыр емес пе? О дүниеде жәннаттың есіктері. Иә. Иә. Дұрыс. Айтыстарсын бәрі тоқтайды дейсіз ғой. Иә. Так, да. Бір жағынан былай қарап отырсаң, былай қарап отырсаң, былай бірінен қызық өзі. Өз ұлтың несі бірімен бірі қалысып жатыр да. Өздерімен өздері. Бірін бірі оқытып. Однополярный болып, жаңағы әрқайсысы өзінің несін мүшіріктер ғой, мүшіріктер. Иә, мүшіріктер. Однополярный дейді. Мүшіріктер әрқайсысы өзінікін қаралып жатыр. Язычный бой, язычный раунд дейді. Сондайға шығып жатыр қой. Ана кейде бір ислам сайтына несіне кірсең де, аншақ кірсең де, не айтарын білмейсің да ана сөздеріне. Бой бермейді ғой, бой бермейді. Тыңдамайды дедер. Өзінікіне өзінің несіне ағаш атқа мініп алған, соны чаба береді, өздері отырды. Иә, шапқылай береді дейсіз. Иә. Так, Марат 20 минут беріпті бөке. 20 минут асып кетті ғой деймін. 20 минут қалдырыңсың ба? Жоқ, 20 минут проведите деп. 20 минут проведите деп тұр. Енді сұрақ бар ма екен, сұрайтындар бар ма екен? Сіз жауап беріңіз, ешқайсысы жауап бермеймін. Жаңа амандасып қойыпты. Мына жерде не жоқ ондай сұрақ. Просто не ғой деймін. Тыңдап отыр ғой деймін. Сұрақ беретін шығар енді. 7 адам бар екен ғой енді. 7 адам ба? Ол бастапқысы ғой енді. Жақсы. Не қылатын болса, келесі эфирде одан да көбейетін шығар енді. Бастапқы солай ғой енді. Оған сол нелер кетсе бір танымдар жақсы адамдар, жан жақты былай айтқанда. Іліп алатын, қағып алатын сондай адамдар болса. Олан Мұхаммед Қалиев. Максим шығып кетті ғой. Ассалаумағалейкум, алейкум ассалам деп қойып. Армысыз. Кеш жарық. Так. Seviniyor. O da senin işin sonra. Çocuk da senin. Maksim'de sınanmaya kaldı o demiştim ben. Ya.
Ол өз дегеннен өз позициясында қалды ғой енді. Енді, иә, өздерінің ұстанған позициясында ғой. Ол енді мына исламда зорлық жоқтығынан кейін бұлардың несінде мысалы өзінің ұстанған позициясында қала береді. Оның ешқандай неті жоқ. Мысалы үшін дұрыс Германияда Құранда айтылады ғой. Сендер қиямет. Түйсігіндер тоқта дейді ғой. Иә. Түйсігіндер Ана өткенде де айтып жатыр ғой соны. Жеткен жерге тоқтау керек. Болды, бітті. Одан ары қарай уже болмайды. Түйсік жеткен жерге тоқтау керек болды. Одан ары қарай уже бессмысленно болып кетеді. Ана өткенде бір неде айтқам, осы мына жаңағы арабтың алласы, мына қазақтың өзінің біздің неміздегі тәңіріліміндегі біздің құдымызға байланысты нәрсемен жасалған деп. Ал деген сөздің түбірден бізде ғой мысалы. Ал деген кезде мына көпшік қожайындар қозғалыс жасайды, сүйек қожайын. Қозғалады. Мысалы жаңағыдай бір жеке комнатқа біреуді қойып, немесе алдына түрлі заттарды қойып, жаңағы ал деген жаңғырып жіберсеңіз, мысалы сүйектің қожайыны алады да не істейді ол жерде? Белгілі бір затты алады, немесе қозғайды. Көрдіңіз ба? Енді ла дегені мына әйел адамның несіне берілгенде ондықтарға жалғанады. Өйткені мен жаңа айттым ғой, ана намаз деген сөздің жалпылама мотиві бізге берілгендіктен, бұның век учиться, век жить болып келген кезде бұның ласы әйел адамға кетіп қалады. Енді ортада үшінші бұрышта уже жаңағы мына дәріптеуші дейміз ғой, сәлаятпен уже үрлеп тұрған адамды көреді ғой. Алла деп екеуін қосып. Оның негізінде жаңағы не туындайды ғой. Иә, Алла деп уже ер мен әйелдің жаңағы кодына толқындатып тұрған сәлаят арқылы. Амал иесін көреміз ғой енді, дәріптеушілер дейміз ғой қазіргі мешітте, неде имам болып жүрген. Бұл тілдан болып келеді да, бұл жерден уже Мысырдың несі жұмбағы шығады ғой бұл жерден. Үш бұрышты таңбамен. Кезіндегі сақтар мен ғұндардың заманында көбінесе үш бұрыш, төрт бұрыш, алты бұрыш, сондай бір құпия таңбалармен тілдескен. Осындай нелермен содан бертін келе ғой мына кириллица, латын әріптері шығып неғаннан кейін сөздің несі пайда болғаны. Мен жалпылама осы Мысырдың коды бойынша бұлар осындай неде болған ғой жаңағыдай. Системалары, измерениялары сондай болған. Мысырдың пирамидасында нелерде тұр ғой сондай таңбалар. Кейін ашылады осы уақыт келген кезде. Иә. Бұл негізінде сондай болған. Иә, көне жазбалар ғой. 4-ші, 5-ші измерение ма. Мұна кімді де көрген шығарсыз неден? Ана жаңағы Шыңғыс ханның көпірін қазып жатыр ғой қазір. Иә. Қадір Пәрман. Тоқтап қалдым. Мұна не бар? Анау охотник за предельными деген бір не бар. Осы мына бұлар детский балалардың несіне жасалған мультфильм бекен. Мультфильм ба? Передачалардың ішінде бар. Иә, мультфильм, иә. Мультфильм ба? Бірақ бұл негізінен алған кезде жаңа мен айтып отырған, иә, бұл жерде мына Құранда айтылып отырған Яджуж Маджуж емес, бар емес па? Яджуж Маджуж ескендір Зұлқарнайдың жайында исар ғой. Тоқ исаның негізі осымен байланысты ғой. Мына Шыңғыс ханның көпшігімен байланысты нәрсе. Өйткені жаңа голографиялық, голограммалық, призмалық, графикалық деп айтып кеттім ғой. Жаңағы мына Яджуж Маджуж деген кезде бұл жердегі айтылып отырған теманы көпшікті шығару мәселесі туындаған кезде артықлай бейнелеген ғой жаңа Яджуж Маджуж. Бірақ бұлардың измерениясы 4-ші ма, 5-ші ма, жоқ 2-ші ма, 3-ші ма білмейміз ғой.
енді 9-дың измерениясында бұл уже жаңағыдай болып келген кезде жаңағы неге айналып кетті ғой бұлар да. Мынау қалай десе бұл пистолар аңыз айналып кетті ғой. Бұлардың нақты несі айтылмады да, сонымен я жүрді бұлардың бәрін көрсетті да, сонымен жаңағы мысты кеп ана үңгірге құйды дейді ғой. Жаңағы өзінің қиссасында айтылады емес па? Мыспен бітіп қойды. Тоқарнайын, иә. Қазір енді қарап отырсам тура сол функция оказывается бұл кепілдікке қойылған копчик екен ғой. Соның негізінде жасалған дүниелер екен ғой бұның бәрі. Ана өйткені Шыңғысханның копчигін кіндік сәсі деп отырмын ғой. Қазақ деген бұл уже копчик болып кетеді сонда конструкцияның ішіндегі полностью космостық білім уже глобусқа жаймалаған кезде тура жаңағыдай аңыздар мен мифтер шығады ғой. Бұларды жаңағыдай түсіне алмағандар басқаша бейнелейді, бұрмалайды, былай дейді, тілмен айтып жеткізеді. Бейнелеп Шыңғысхан не деп отыр, бәрі Дакости тазалап берді ғой. Шыңғысхан кіндік функциясы ғой бұл қабірдегі. Иә. Жаңағы Шыңғысхан несі. Енді ол негізінде қазақ негізінде былай айтқанда высший разум иесі ғой бұл енді. Бұлардың ішінде жаңағы алтын айта бер. Бұлардың ішінде мына жаңағы алтын орда күйрегенде, мына осы мына неден кейін исламның разработкасы келіп жеткен кезде қирады ғой бұның бәрі. Бытшыт болып. Содан кейін Шыңғысхан алды да түгел бәрін тазалап берді ғой, мәсаған деді. Ол ислам кезі 6-шы ғасырда жетпегенде Шыңғысхан енді 11-12 ғасырда шықты ғой енді. Дұрыс ислам орныққаннан кейін. Иә. Сүйекке дейін тазалады ғой. Мынау тарихшылардың сүйекке дейін тазалады ғой. Мына тарихшылардың ешқайсысы жазбайды. Иә. Мына тарихшылардың ешқайсысы да жазбайды. Оның өзі миссиясы солай болды ғой, миссиясы. Иә. Тарихшылардың ешқайсысы да жазбайды. Миссиясы солай болды. Оны енді оны жаңа-жаңадан айтып жатыр ғой, жаңағыдай Шыңғысхан осындай болған не болған. Шыңғысханның кім екенін де білмейді. Әйтеуір жермен жаулап алушы, қырып салушы, қанға бояушы деп нешеме тарап берді. Оның мысалы жаңа қабірін қазуға да болмайды, іздеуге де болмайды дейсің ғой қазір. Иә. Бұл енді мына біздің измерениеге қойылған, өйткені жаңа ғана тажал шығады деп отыр ғой. Тажал шыққанда Хорасан жерінде, мына Хорасан деген координат мына Афганистан ба жоқ? Иран. Иран ба? Вот бәсе. Иә. Хорасан деген жер Иранда бар. Тегеран 43 деп берген. Бәсе. Иран қызылбастар ғой. Солай болады. Жалпы бар ниеті ғой. Вот бұлардың бәрі бар, анау тырнағынан бастап башпайына дейін қаруланған еді ғой. Заман қалдырып, тажал дегеніңіз сол емес пе енді? Бытшытын шығарады дүниенің бәрін жайпайды. Сен даусың ақырын шығады, неге ақырын? Микрофон дұрыс істемей ме? Менікі былай жақсы шығып тұр ма даусым? Білмеймін, соған қарап. Анық шығып. Мен даусым анық шығып тұр ғой, Иә, таза естіліп тұр. Мен секілді құлап жақын қойып, жоғалып кетеді. Ақырын естіледі. Ақырын естіліп тұр ма? Онда мен телефонымды қатып алып, соны бірден. Ау. Енді бір жеріне зиян тиген шығар енді. Сөйтіп тұр ма деймін, соған қарағанда сондай. Өйткені жерден де қайта не келіп жатыр қайта. Бұл шет дұрыс емес. Неме дейді ана атқыла немені
отключен деп жаңағы жіберілген приглашительныйлар. Соған қарағанда соны бірдеңесі істемей қалды ма деймін. Жоқ, ана шақырған көріп тұр, кейбіреулер былай кірмей қипақтаған шығар. Менде мынандай неменеге прямой мынандай линияға менде бірінші рет шығып тұрмын мына. Мынандай неге бар ғой, жаңа сен шақырдың ғой. Кейбір нелерде шақырады, бірақ кіргем жоқ. Неге десең анау қазір оразай ғой қойшы деп. Ана жерде боқтық естисің, біреумен ұрысу керек, не айғайласу керек, оны қаламаймын да мен. Мына жерге кіргеннен кейін де кірдім, бірінші жол кіріп тұрмын осы мына тиктоктың прямой эфиріне. Стримге деңіз, иә. Соған бірінші рет кіріп тұрмын мен. Жаңа Максим шыққаннан кейін соған өзім ойымды айтайын деп кірдім ғой. Иә. Басында мен ана Максимді танымай қалдым. Кішкене соның кейін бар. Енді ол да бір миссияның есімі деп отыр ғой. Соның кейін ана не? Иә. Енді дұрыс қой, 4 тақтың ішінде 19 иеленіп тұрмын деп тұр ғой. 19 иеленіп тұрмын дейді ғой. Ол өзі айтып тұр ғой. 19-мен иеленіп тұрмын деп ол өзі айтып тұр. Бірақ танымын білмей тұр ғой 19. 19 үшін ол енді жаңағы қазақ деген функциямен бармайды ғой, қазақша оқимын деген. Иә. Мағрипатқа бәрібір жаңағыдай Мағрипатқа отключение жібермейді ғой. Отключение позиция жібермейді ғой. Таным жібермейді ғой бәрі. Иә. Олайна бұдан сол 4 тақтың ішіндегі 16, 19, 61, 91, соның бәрі бұлай айтқанда сол бәрі бір неден шығып отыр ғой. 16-тан бастап. Олар өзінің туған күнін анау мен айтып отыр да ол. Оның айтқанымен мына процесс сайма дәлме-дәл келсе, вот сонда жүйеленеді. Апса отключение лақтырып тастайды болды. Солай мәке. Бұл қапты ғой. Сұрақ қоймады ма? Эфирді аяқтай. Жоқ. Аяқтайсың ба? Жарайды онда. Аяқтайын. Шығасың енді. Қазір түні шығамын. Тағы айтасың ғой, подписаны ғой, шығатын шығарсың. Жарайды онда, жақсы. Иә. Жақсы. Жамагүл деген шықты ғой, бірден айтатын шығар. Кім? Жарайды онда. Қоғамда тұр.